Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Кезекті дәрісімізді бастаймыз. Экономикадағы математика пәнінен. Тақырыбымыз үлестірім параметрлерін статистикалық бағалау, жоспар, дисперсия және квадраттық ауытқу, эмпирикалық моменттер, бас жиын үлестіру параметрлерін бағалау, нормаль үлестірілген кездейсоқ шаманың математикалық күтімі үшін белгілі жағдайдағы сенімділік интервалы. Кездейсоқ шама вариациясының шын заңдылығын сызықтық ауытқу әрқашанда ескере алмайды. Өйткені ауытқулар орталандырылған тегістендіріледі және де үлкен ауытқулар, әсіресе сынау саны үлкен болғанда сезілмей қалады. Ал көптеген практикалық мәселелер шешкенде мұндай үлкен ауытқуларды ескерудің маңызы зор. Сондықтан мұндай мәселелер шешкенде ауытқудың өзін алмастан оның квадратын алады. Белгі мөлшерінің арифметикалық ортасын ауытқу квадраттары қосындысының арифметикалық ортасын тәжірибелік дисперсия деп атаймыз. Және былай белгілейміз. Бірінші формула бойынша d тең s квадрат тең 1 бөлінгеннен қосынды i тең 1-ден n-ге дейін xi минус x-тің терістемесінің квадраты. Немесе екінші бір штрихінші формуламыз, немесе бір екі штрих формула түрінде. Осы үш түрде өрнектерімізге болады. Осы өрнектерде дисперсия өлшемі варианта өлшемінің квадратындай сандық мәні ауытқу квадратымен өлшемдес екенін көреміз. Ал ауытқу өлшемі варианта өлшемінде болу үшін жаңа сипаттама енгізуге тура келеді. Орташа квадраттық ауытқу немесе таңдаманың орташа квадраттық ауытқу немесе стандарт деп квадрат түбірден шығарылған дисперсияны айтады. Да, оны S арқылы белгілейді. Сонда S тең D түбірасында 1 бөлінгеннен қосынды i тең 1-ден n-ге дейін ni xi минус x-тің терістемесінің квадраты. Эмпирикалық моменттер. Практикада бастапқы 4 момент қарастырады. Қалған тұрақты аға қатысты n-ші ретті момент mx-тен 1 бөлінгеннен қосынды сумма i тең 1-ден n-ге дейін ni xi минус a-ның квадраты. К дәрежесі. Формуласымен өктеледі. А тең 0 болса, бастапқы момент мюады аламыз. Ал А тең X-ің терістемесі болса, центрлік момент MI-ді аламыз. Олай болса, бастапқы моменттер мына формуламен өктеледі. Бұдан H тең 0-ден 4-ке дейінгі болғанда. Центрлік моменттер MH тең 1 бөлінген N i тең 1-ден m-ге дейін ni xi минус xi-дің k дәрежесі, h дәрежесі. H тең 0, 1, 2 деп кете береді. Бұдан бұлай h 0, 1, 2, 3, 4 болғанда mi на төмендегі түрде өрнектеледі. Центрлік моменттерді бастапқы моменттер арқылы есептеуге болады. m0 тең v0 тең 1, mi тең 1 бөлінген n қосынды xi-дің минус xi-дің терістемесі, xi-дің терістемесінен жақшаның ішінде x-дің терістемесі мю-ден алғанға 0-ге тең. Екінші өрнегімізде, үшінші өрнегімізде, төртінші өрнегімізде де осы өрнекпен өрнектейміз. Алғашқы 4 ретті бастапқы моменттерді есептеуге мына кестені пайдаланамыз. Жаңағы есептелгендерді мына кестеге қойып шықсақ, әрқайсысының қосындысын есептеп шығып, алғашқы 4 ретті центрлік моменттерді есептеуге мына кестені пайдаланамыз. Бас жиын үлестіруі параметрлерін бағалау. Математикалық статистикада белгісіз параметрді бағалау үшін әртүрлі әдістерді пайдаланады. Мысалға, байыстық әдіс, ең аз квадраттар әдісі, моменттер әдісі. Фишер ұсынған шындыққа максималық ұқсастық принципі тағы сол сияқты. Қазіргі уақытта соңғы әдіске көбірек назар аударып жүр. Ол әдіс арқылы тиімді және қисынды бағалар алады. Белгісіз параметр v-ның бір ғана мәні, яғни тета дейміз, саны мен бағалануының мынадай бір үлкен кемістігі бар. Бірнеше параметрлер бойынша қисынды ығыспаған және тиімді баға талаптарын жауап бере отырып, бұл бағалау бізге бас жиынның параметрін жоқтау дәлдігімен сенімділігі туралы мәлімет бермейді.
бұл кемістік бақылаулар саны аз болған сайын көзге түсерліктей байқала береді. Сондықтан мұндай кемістік болмау үшін бақылаудың сенімділік интервалын ұғымын енгіземіз. Сенімділік интервалын анықтау үшін әрқайсысы бақылаудан алынған x1, x2, xn аргументтерінің функциясы болатын тета и т, тета x кездейсоқ шамаларын табу керек. Және бұлардан жасалынған аралығы p-дан кем емес ықтималдықпен тета параметрі мәнін қамтуы қажет. Бұлайша айтқанда, бұл жерде p ықтималдықпен тета i-дің тета x-дің аралығында жататын тетамыз теңсіздігі орындалады. Мұнда тета т сенімділік интервалының төменгі шекарасы, тета x жоғарғы шекарасының рөлін атқарады. Алдыңғы уақытта p ықтималдығын сенімділік немесе сенімді ықтималдық деп атайтын боламыз. Бұл жерде сенімділік интервалының максимум ұзындығы vx тета x и мен тета x т-ның маңызды рөлі атқарады. Мұның жартысы сигма тең 0,5 көбейту мынау азайтымның бағалауымыздың дәлдігін сипаттайды. Өйткені интервал ұзындығы қаншалықты кіші болған сайын, яғни s кіші болған сайын параметр сигманың тетаның бағалану дәлдігіне түседі. Айталық, мынадай теңдікке тең болсын. Бұл жерден мына теңсіздіктен мына аралықта жататын теңсіздік шығады. Сонда p-ны орнына қойған кезде мынандай бұл теңсіздікті бұлай ұғу керек. Яғни тета минус сигма, сигма плюс тета интервалының белгісіз параметрлерінің мәнін қамту ықтималдығы y-ке қатысты. Y-ке тең. Бұл интервал сенімділік интервалы деп аталады. Нормаль үлестірілген кездейсоқ шаманың математикалық күтімі үшін белгілі жағдайдағы сенімділік интервалы. Егер x кездейсоқ шамасы бас жиында нормаль үлестірілген болса, mx тең a параметрін интервалдық бағалауды көрсету үшін пайдалануға болады. A параметрін сенімділікпен қамтитын сенімділік интервалын табу керек болсын. Егер кездейсоқ шама x нормаль үлестірілген болса, онда тәуелсіз бақылау арқылы табылған таңдама орта x нормальды үлестірілген болады. Орта x үлестірудің параметрлері m орта тең a-ға, сигма орта тең сигма бөлінген түбірасында енді болады. Егер f x орта мен a-ның абсолют шамасы сигмадан кіші болса, онда ол y теңдігі орындалсын дейік. Мұндағы y берілген сенімділік мына теңдікпен анықталады, формуласын пайдаланайық. Ол үшін x-ті x орта мен сигманы сигма x орта сигма бөлінген түбірасында ауыстырайық. Сонда мына өрнекті аламыз. 2f тыға болады. Мұндағы т сигма көбейтілген түбірасынан бөлінген сигма. Соңғы теңдіктен мына өрнекті алуымызға болады. Сонда ең соңында 2f т дегенге келеді. Бұдан f өрнегін орнына қойып есептеген кезде сол y алдыңғы қатынастың мағынасы төмендегідей болады. Сенімділік интервалы белгісіз параметр альфаны y сенімділікпен қамтитын бекітуге мүмкін болады. Бағалау дәлдігі сигма тең т көбейтілген сигма бөлінген түбірасында ең т саны 2f т тең y теңдігінен анықталады. Бұдан f т тең y бөлінген 2. Екінші қосымшадан Лаплас функциясының кестесі бойынша аргумент т-ны табады. Осыменен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Осы дәріс бойынша мынандай бақылау сұрақтарына дайындалып жүріңіздер. Бастапқы момент дегеніміз не? Центрлік момент дегеніміз не? Сенімділік интервалы қалай бағаланады? Орташа квадраттық ауытқу формуласын көрсет. Келесі дәрісте кездескенімізше қош сау болыңыздар.